Бүгінгі семинарды керемет көңіл-күймен аяқтадық. Бұл семинар бұл мектепте біздің облыстық деңгейде бірінші емес, екінші рет ұйымдастырылып жатыр. Керемет көңіл-күй, керемет әсер, керемет іс-тәжірибе алмасу болды деп санаймын. Бүгінгі семинарға біз облыстың көлеміндегі осы кәсіби бағдар беру жұмысын үйлестіріп жүрген әріптестер келді, оқу өндірістік комбинатын үйлестірушілер келді, әдіскерлер қатысып, керемет жақсы нәтижелі жұмысты көріп, ризашылығымызды білдіріп жатырмыз. Енді бұл мектептің ерекшелігі жергілікті жердегі кәсіпорындармен керемет тығыз байланыста серіктестікте жұмыс жасайды екен. Және де мектептің әкімшілігінің өз тарапынан да жақсы кабинеттермен жабдықталып, шынайы жұмыстар жүргізіліп жатыр, және ол нәтижесін беріп жатыр. Бізді қуантатыны сол. Жаңақорған ауданындағы 286 мектептегі кәсіби бағдар беру бойынша өткен семинар өзі жоғарғы деңгейде өтті деп есептеймін. Жалпы 286 мектепте бұл бірінші семинар емес, 286 мектеп үздіксіз білім беру ордасы деп атауға болады. Бұл мектепте үнемі осылай іс-тәжірибе алмасу семинарлары көптен көп болып тұрады. Соның ішінде қазіргі заман талабы балаларды мектеп жасынан кәсіпке бейімдеу мақсатында өткізіліп отырған оқу өндірістік комбинатының жұмыстарын бүгін біз көріп тамашаладық. Өте керемет, жоғары деңгейде өтті деп есептейміз. Бұл мектепте білім алған әрбір оқушы мектеп бітірген кезде болашақ маман иесі болып қалыптасуына үлкен сенім білдіреміз. Қазіргі еңбек нарығындағы оқу өндірістік комбинаты қызметінің өзектілігі тақырыбындағы семинар өте қазіргі уақытта ең актуалды тақырып деп ойлаймын. Дер кезінде көтерілген тақырып. Мына семинарда қатысу барысында осы Арал менен осы Жаңақорған ортасындағы барлық аудандар, Қызылорда қаласынан ұстаздар келіп қатысып, мектеп директорының орынбасарлары, білім бөлімі әдіскерлері қатысып жатыр. Мен өзім Сырдариядағы білім бөлімінің әдіскері болып табыламын. Осы семинар барысында өзімізге көптеген жақсы бір тәжірибе жинақтадық деп айтуға болады. Әріптестеріміз осы тәжірибе алмасты деп ойлаймыз. Осы семинар ұйымдастырып жатқан осы Жаңақорған аудандық білім бөліміне және осы мектеп басшысы Ләззат Машбекқызына өзім алғысымды білдіремін. Ұжымдарыңызға табыс тілеймін. Бұл мектептің жаңағы білім бөлімі басшысының орынбасары айтып жатыр өз сөзінде, бұл мектептің мүмкіндігінің 100% деп. Мен сол сөзге мен де қосыламын. Сіздердің алар асуларыңыз әлі алда, облыстық деңгейде әлі талай жүлделі орындардан көрінеді деген ойдамын.